Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан жомарттық айы. Ибн Аббас радиаллаху анхудан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам адамдардың арасында ең жомарт жан болатын. Рамазан айы туып, Жабрил алейхиссалам періштемен жиі жолыққанда одан өткен мәрт адам болмайтын. Жабрил алейхиссалам Рамазан айының мүбәрәк әрбір түнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, екеуі бірге Құран оқитын. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Жабрил алейхиссаламмен жолыққан кездерінде жер бетіне береке әкелетін, желден де жомарт болып кететін еді деп айтты. Бұл хадисте көретініміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз іс-әрекетімен осы айда ерекше жомарт болатынын көрсетті. Осы айда Алланың өзі құлдарына жомарттық танытады. Мысалы, күнделікті жасап жүрген сүннет амалдарымыз парыз амалдың сауабымен бірдей болады. Ал парыз амалдарымыз болса, 70 парыздың сауабын берем деп Алла уәде берген. Осы қасиетті сауабы мол айда көп жомарттық танытып, садақа беріп, жоқ жітіктің жыртығын жамап, жетімнің басынан сипап, жақсылықта жарысып, ауыз ашар беріп, осындай бізге берген мүмкіншіліктен құр қалмайық ағайын. Алла тағала баршамызды жақсылықта жарысатын жомартты жандардан болуды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.